Ассалаумағалейкум, қадірмен телегөрермендер. Мына менің астымдағы аттың аты лашын көк деп аталады. Бұл көкпардағы сәйгүлік десек те болады. Көкпар алғанда өзінің тактикасы, өзінің тәсілдері бар, жаттық қанат десек те болады. Енді бұны айтып отырған себебім, бүгінгі ұлт нақшы бағдарламасында біз көкпар жөнінде әңгіме өрбітеміз. Яғни осы тұлпарымыздың көкпарға қандай дайындығы бар екен талқылаймыз, айтамыз. Жануар. Көкпар ойыны Орта Азия халықтары арасында кең тараған ойын түрі. Қазақтарда көкпар деп аталса, қырғыз, өзбек тілінде улак тартқыш, тәжік тілінде бузкаши деп аталады. Ал Ауғанстандағы бузавиш ойыны көкпарға өте ұқсас келеді. Міне осындай ойын түрі осы күні кеңінен насихатталып, түрлі жарыстар ұйымдастырылып келеді. Көкпардың аяқ алысы, Құдайға шүкір, бұрын мысалы Союздың кезінде жылға жылғалап ауылдың секретарь советінен қашып пішіп жүріп көкпар шабатын батырларымыз қазір алаңға шығып, ортаға шығып, қазір айтуға болады, ауылдың ауданда, оның ішінде ауылдың ішінде атқа мініп отырған бауырларымыз көп. Және Алматы облысына келсек, бұрында бұл кісілерде өте көңіл бөлгені бәйге болды. Өйткені осы жерде біздің елбасымыздың астындағы президенттің кубогы өтеді, соған күшті дайындалатын ат бәйгісінен. Енді ол жердегі Орынтай деген бауырымыздың еңбегі аса зор. Қазір ол кісі ұлттық ат спортының, оның ішіндегі сол көкпар, аударыспақ, теңгелу, жамбы атуды қолына алып, қазір басқарып келе жатыр. Енді Алматы қаласына келетін болсақ, осы әкім ауысқалы бері, мен мысалы 2001-ден бері айналысып жүрмін осы Алматы қаласының ұлттық ат спортында. Бірақ осы Бауыржан Байбек бауырымыз келгелі бері, әкім келгелі бері ұлттық ат спортқа көңіл бөле бастады. Өйткені осы биыл, осы ақпан айынан бастап нөмір 19 спорт мектебінде басқа ойындар болатын, спорт ойындары. Солардың бәрін шығарып, тек қана ат спорт мектебі болып аталып қалды. Қазіргі көкпар тарту әуелде әлеуметтік мәні бар әскери машықтың қажетінен туған. Түркі қағандығы кезіндегі дербес жасақты осындай жаттығудан өтіп, сыналған жауынгерлерден жасақтаған. Әскери машықтың бұл түрі бейбіт күндерде көкпар тарту ойынына ұласып отырған деген еді. Белгілі зерттеуші Әуелхан Қалиола. Бұл енді қазақтың қанына сіңген төл спортымыз. Көкпарменен қазақпен атты бөлуге болмайды. Егерде қазақ атсыз, ат қазақсыз, ол біздің историямызда, біздің тарихымызда, және де көкпар деген бұл негізінде бұл ойынның өзі бұрын жаугершілік кезде батыр бабаларымыз жаңағы шапқыншылық кезде, соғыс болып жатқан кезде қалып қалған өздерінің бауырларын аттың үстінен шауып кеп көтеріп кеткен. Ат үстінде келе жатып, мұның ішінде бүткіл енді денесі қозғалады. Мұның денсаулыққа деген тәлім тәрбиесі деген өте жоғары. Көкпар енді аттың үстіне мінсеңіз, өзіңіз білесіз. Мысалы, енді жас кезде өзіміз білеміз, енді мынау қолың серкеге тиген кезде өлем-ау, мынау шұқыр-ау деп ойламайсыз ғой. Бүгінде көкпар ойынын ойнап түрлі дүбірлі додаларда топ жарып жүрген тақымды жігіттер жетерлік. Солардың бірі Ахан Пірімқұлов. Негізі жаппайтты шауып өреміз, бірақ осы команда шауып отырмыз. Алматы қаласын, өзіміздің облыс. Дайындау үстіндеміз қазір. Жаттығып, осы мынау Тайқазанымызда аударыспақтың балаларын, теңгелудің балаларын дайындап жатырмыз. Бәріміз жаттығып, жақсы жаттығымыз, арғымағымыз да өзімізге сай болып. Өзімізде 12 бала құрамымызда. 12 баланың 4-еуі жерге еңкеуіп текені алуға кетеді. Мысалы, мен қасымда 3 бала бармыз, қорғаушы. Жаңа Қарағамарсы команданың балаларын теке алуға ыңғай жасатпаймыз оларға. Жаңағы шабылушы баламыз да бар. Көкпарды бала кезімізден шаптық. Жаңағы ауылда ағаларымыз, көкелеріміз шауып, соларға еліктеп, көкпар деген қазақтың ұлттық ойыны ғой бұл. Көкпар десе, ер азаматтың жаңағы арқасы қозып, көкпарсыз естісек жата алмаймыз дейді жаңағы. 8-ші класстан бастап шаптым ғой мен көкпар дегенде. Енді алдында бала көкпар шауып жүрдік.
содан жаңағы 8-9 класстан бастап ағаларымыз ертіп жаңағы қастарына көкпарға алып барып жайлап шауып үйрендік көкпарды. Ауылда жаңағы ауылдық жерде жаңағы жаппай көкпар болады, сол жаппай көкпар шабамыз біз. Сол кейін әйтеуір көкпардан әйтеуір үйрене осы команда көкпар шаптық. Ауыл жақта шауып үйрендік бірінші команда көкпарды. Содан мен Құда қаласа, Алла қаласа әйтеуір мен командада шауып жатырық. Алматы қаласының атынан 3-4 жыл болды шауып жатқанымызға. Көкпардағы шабуылшы, қорғаушылардың өз міндеттеріне қарай олардың астына мінген аттары да соған бейімделген, арнайы жаттыққан аттар болуы керек. Ілетіні бар, қорғаушы бар, аттарыңыз бөлінеді ғой? Бөлінеді аға. Ілетін аттар мүмкіндігі бойынша кішілеу, кішкене жерге жақындау болады, одан кішкене жылдамдау жақсы шауып барып ілгенге. Қорғаушы аттар жаңағы осы аттар іліп көкпарды алып шыққан кезде осы атқа жаңағы жақындатпай қарсылас команданы қағатын, ол үлкендеу, жуан, жақсы қағып, соғып, итеріп алып шығаратын аттар болады. Нападение дейді ғой, шабуылшы дейді ғой, шабуылшы аттар. Ол аттар жаңағы жылдам аттар болады, жылдам жаңағы. Скорысы да бар, жылдамдығы да бар, тоқтайды, бұрылады, қайтады, қазанға бар, тіке бар, тоқтайды, лақтырғанға мүмкіндік жасайтын аттар болады. Көкпардың шабатын балалары өзі ерекше болады. Көкпардың балалары жүректі болу керек. Ол атым құлайды деп қорықпау керек. Мысалы ойын үстінде травма алып атады, жарақат алып атады. Ол кезде де салынайын деп тұрған салымды салдырмауға, жарақатына қарамай салдырмауға тырысу керек. Шынығу керек, күнігді азанда жүгіреміз, күнделікті өзіміздің жаңағы ауыр штанга нелерімізді көтереміз, күнделікті спорт түрлерін жасап жатамыз. Әр бала өзінің салмағымен шабады ғой, енді мысалға, енді мүмкіндігі бойынша салмағың ауыр болғанын қаламайсың ғой ешкім. Бір күніге біз енді постоянно біз енді тренировкадамыз ғой. Аттың үстінде, күніге болмаса да аттың үстінде аптасында 7 күннің 3 күннің 4 күнді аттың үстіндеміз біз. Қалған күндер әйтеуір өзіміз үшін, өзіміздің денсаулығымыз үшін жаңағы заниматься етіп, кішкене дайындалып, ары бері сондай жұмыстармен айналысамыз. Денсаулықты, салмағымызды бір қалыпты ұстап тұру үшін. Қазақи ат, бұның ешқандай несі жоқ андай. Қоспа, қаны, мұны кәдімгі қазақи қарабайыр ат бұл. Шағын келген өзі. 30-35 келілік текені жерден жұлып алып, тақымға қысу үшін, оны қазандыққа көтеріп лақтыру үшін әрине білек күші керек. Сондықтан да көкпаршылар физикалық тұрғыдан да мықты болу үшін дене жаттығуын жиі жасап отырады. Одан бөлек ат үстінде еркін қимылдау үшін астындағы арғымағымен үйлесім табу керек. Күнне бір мезгіл жасаймыз аттың үстінде жаттығуды. Осындай түс қайта аттарды қаңтарып, ерттеп, өзіміз киініп шығамыз алаңға. Өте мықты спорт бұл. Бүкіл мысалы бұда бүкіл дене мүшең қимылдайды. Көкпарда мына саусақтан бастап, мына бүкіл омыртқа бұлшықеттердің бәрі қимылдайды. Ілесің, көтересің, тартасың, лақтырасың деген сияқты. Мысалы жаңа қарны бар балалардың өзі осы ат үстінде жүргенде қарындары тартылып, мынандай физически өздері мықты болып шығады. Сондай бір қасиеттер бар. Астыңдағы серігің арғымағың сені түсініп тұрса, онда нағыз көкпаршы боласыз. Міне осы кезекте көкпар атын баптай білуде керек. Жаздың шілдесінде баптаймыз, қорада тұрады, жақсылап жем шөбін беріп, жаңағы дәнді шөптер жем беріп, дәнді 40 күн жаңағы шілделейміз. Одан кейін шілделейміз деген жаңағы атты да дем алып шабылмайды ол кезде. Ат жаңағы қорада тұрып, жақсылап бағылады аттың, жілік майын толтырады бұл аттың, жақсылап семіртеді үшін. Сол семіртіп болғаннан кейін, атты жақсы семіртіп болғаннан кейін 40 күннен кейін мінеміз бұны, дайындаймыз. Бұны сразу шабуға болмайды, бір дегеннен күнделікті жайлап жаңағы жүргізіп атты. Сөйтіп бір айдай 20 күндей мінеміз атты дайындап көкпарға. Команда көкпарға бұл аттар енді ұнап мысалға команда көкпарда шауып барып білгенге дайындалған ат. Шауып барып білеміз бұнымен. Жаңағы дайын болу керек, басы қайын болу керек, тоқтап қайтып, жаңағы алдап апарып салғанға ыңғайлы болу керек. Одан кейін қыстың күнде де, қыстың шілдесінде жаңағы 40 күн ат демалады бізде. 40 күн бойы жаңағы жаздың шілдесіне шыққаннан күзде шабамыз. Одан қыстың шілдесінде ат қайттан тағы тоқтайды. Тоқтап, демалтып атты жаңағыдай
тамағын беріп, асын бәрін беріп, жақсылап семіртіп, қыстың көктемге, осындай көктемге қайттан дайындаймыз жаңағыдай. Халықаралық Көкбөрі Федерациясының вице-президенті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Сәдібек Түгел ағамыз бір сөзінде біздің барлық ұлттық ойындарымыз, оның ішінде көкпар 4 түліктің төресі, жылқы жануарымен байланысты. Сондықтан да жылқыға деген көзқарасты түбегейлі өзгерту керек. Қазақстанда жылқы шаруашылығын дамытуға арналған арнаулы бағдарлама қабылданғаны жөн. Бұл жерде ең бастысы қазанатты түлету керек. Өйткені қазанат қазақтың қазынасы, халқымыздың қорғаны, айбыны. Заманда ел қорғаған бабаларымыздың сенімді серігі, қолғанаты болған. Біз қазанатты түлетсек, бүкіл әлемді өзімізге қаратар едік деген еді. Бұл аттарды таңдағанда, қарағанда, енді аттың енді негізі команда атқа скоростной, жылдам, жақсы, ләжі болғанша жақсы қаны бар аттар болса, жақсы болады. Енді біз өзімізден ат түсіп атқан жоқ, енді пока что негізінде Қарабайыр биеге таза қанды дейді ғой, бәйге шауып жүрген аттарды салса, будандастырса, сол екеуінен жақсы құлын түседі. Сол құлынды алып кішкентайынан тәрбиелеп, бағып, өсіріп, соны үйретсе, сол аттар шығады. Серіктің жетегіндегі мұны арғымақ қазақтың кәдімгі Қарабайыр жылқысы екен. Оны жастайынан көкпар ойынына арнайы жаттықтырған. Бұл ат Жамбыл ауданында Пионер деген ауылынан шыққан бұл ат. Дулат деген жігіттен, сол жігіттің КамАЗ деген айғыры болатын, дәу айғыр. Сол айғырын жасына келгеннен ол тұқым алу керек болды да, бұны өзінің биесіне, боз биесіне салып, ол негіз тор айғыр етін, боз биесіне салып, содан түсірген бұлыны. Құлын кезінен түсірген, сол ауылдан шыққан бұл негізі. Содан ол жігіт бұл атты әбден бағып, кішкентайынан тәрбиелеп, өсіріп, бағып, кейін көкпар шауып өзі. Содан әйтеуір ағалар қызығып елдер. Содан бұны қомақты ақшаға сатып алды, бағасы келді, сатты ол кісі. Ол кісіден біз не жерде көкеміз, Сәрсенбай көкеміз бар, Дербес көкеміз бар, бәріміз ақылдаса келе, осы атты бізге жарайды, осы ат командаға. Өзіміз ауданда көріп жүрген ат бұл. Осы ат жарайды деп, осы атты алдық. Қазақтың біртуар батырлы Бауыржан Момышұлы көкпар жігіттерді батылдыққа, ер жүректілікке баулиды деп баға берген көкпарды тарту үшін сойылған ешкі түлігін қолданады. Алтай қазақтары көкпарға көк түсті ешкіні тартатын болғандықтан ол өңірде көкпарды көк серке немесе көк лақ деп те атай береді. Көкпарға лақ немесе үлкен серкенің таңдалуында өзіндік ерекшелігі бар. Лақты жас балалар тайға мініп тартса, серкені сақа жігіттер тартады, және ешкі терісі өте төзімді болады. Қазаққа тән бір қасиет, бұл көкпар деген, ат деген біздің намысымыз, біздің тарихымыз. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл намыс үшін әлгі ат үстінде жүрген жігіттің намысы деген өте. Құдай бетін аулақ қылсын, енді анша-мұнша бір жаман жағдайлар болып кетсе, бірінші атқа мінетін осы азаматтарымыз, осы балаларымыз. Міне осы жігіттермен мен уже 6 жылдай болды. Соланы жас өсірген кезінен бастаған жігіттер, қазір міне әрқайсысы өзінің жанұясы бар, семьясы бар. Негізінен көкпар қауіпті ойын түріне жатады. Ойын барысында жарақат алу ықтималдығы тым жоғары. Сол себепті де бұл ойын нағыз ерлер қатысатын сайыс. Көкпар тарту барысында ойыншыларды атымен қоса жығып, сүйреп кететін жағдайлар да болып тұрады. Бұл көкпардың бір ерекше қасиеті Алла тағаланың қорғап, бәлді өзін сон сүйікті несі бұрынғы бабаларымызда осы ат үстінде жүріп қорғаған. Мысал жаугершілігінде өзіміздің сарбаздар ат үстінде жерде жарақат болып жатса, соны көтеріп кететіндей болған. Іліп алып, мысал көтеріп жарақатымыз тасап кетпейміз жау қолына. Өзіміздің отанымыз алып кету керек. Сонысы мысалына аттың үстінде келе жатып көкпарда аттың жылдамдығында әжептәуір жылдамдық бар. Соны атпен ат соғысып құлайсын. Қазандыққа келіп ұрылатын сәттер, көкпар шауып барып іліп еңкейіп атқан құлап түсіп қалатын сәттер, атқа ілініп құлап түсіп қалатын сәттер болып жатады. Сол кезде де ішерің мысал жарақат болмайды. Мысал басқа көлік машинасымен жаңағында аттың жылдамдығымен келетіп секірсеңіз, үстіңіз басыңыз жарылып, қол аяғыңыз сынуы мүмкін, бірақ көкпарда ондай қасиеттер болып жатқан жоқ. Енді ол
бірінші Алла тағала әйтеуір жаңағы демеп жатқан әйтеуір қорғап жатқан, екінші енді ат жалын төсейді дейді ғой. Жаңағы сиыр ірі қара мүйізін төсейді дейді, ешек тұяғын төсейді деген сияқты жайлы құлайсын. Несі бар екен осы атта? Арғымақтар. Өзіміз әйтеуір атты бір сипалап, қасына бар, бір маңдайын бір сипалап кетпесек күніге бір рет. Ол жатып ұйықтай алмаймыз, шыны керек енді. Ол атсыз өзіміз аттың үстінде жүріп өскеннен кейін. Енді Құдай сақтасын, соғыс, ұрыс болып жатыр ғой. Қағыс болып жатыр әйтеуір. Балалар әйтеуір ат жалын төсейді деп құлаған жерінен қайтып тұрып атқа мініп кетіп жатыр ғой, ер азаматтар. Енді өзіңіз қанша болды осы спортпен айналысқаныңызға? Айналысқаныма бір 12-13 жыл болып қалды. Сол жас сайымыздан негізі анау ауылда ешек мініп өскен, тайқұнан үйретіп, кейін осы көкпарға ағаларымыз білесіп жүрдік. Сөйтіп лесіп жүріп осы көкпар әйтеуір бір көкпарда көкпар ұстап, екіншісінде салып деген сияқты. Сонымен жаңа көкпарға деген қызығушылығымыз арта түсті. Қазір қандай жетістіктер бар? Жетістіктер жақсы. Мысалы аударыспаққа шығып Қазақстан 80 килодан бірінші орын алдым осы Алматы қаласының Қазанат атшабарында. Өгіз аударыспақтан келгем. Мен бұл жол көкпарда жүрміз. Көкпардан да нәтижеміз жақсы. Енді үлкен чемпионаттарда 4-тік 5-тікке ілініп жатырмыз. Болашақта алдыңғы орынға көрінсек па деген неміз бар. Абылай жаппай көкпарларда енді жақсы, үлкен сандыларда салымды болып жатырмыз. Мұндай жағдайды болдырмау үшін соңғы кездері ойын ережесіне қауіпсіздік шаралары енгізіліп, тартыс төрешінің көз алдында өтеді. Жалпы Қазақстанда 1949 жылы көкпар жарысының ережесі бекітілген. Соған сәйкес көкпар жарысын арнаулы алаңда, командалық сипатта өткізу белгіленген. Жарыс басталар сәтте командалар орталық шеңбердің сыртында тұрады. Жарыс алаңдағы төрешінің хабары бойынша басталады. Көкпар тарту қатысушылардың санына байланысты 8-15 минут аралығында өтеді. Командовый жарыста 3 метрден аралығында қағуға болады. Қарсылас команданы итеріп қағуға болады атымен. 4 метр, 5 метрден кеп шауып келген күйі қағып, жарақат болады, ол жерден қатты скороспен келесіз ғой. Ол кезде неге қарамарға шығарады. Жаңағы 3 метрден қақпай 4 метрден қағатын болып жатсаңыз, ол кезде қарамарға шығарады. 2 минутқа шығарады. Одан кейін тағы сондай нәтиже жасап жатсаңыз 5 минутқа қарамарға шығарып жібереді. Қарамар деген ойынан шеттен 4 жігіттен шауып жатсақ, оның уже қарамарға біреуін шығарып жіберсе, үшеуміз ақ шабамыз уже. Оны 2 минутқа шығармай, 2 минут бойы ол анақта тұрады, 2 минут бойы біз 3 бала шауып жүреміз. 5 минут болса 5 минут бойы жүреді. Кейбір жағдайлар болады, жаңағы көкпарды жаңағы басып баратқан баланың арғы артынан кеп үстінен ұстап жаңағы аудара тартқан, ол кезде де қарамарға шығарады мысалға. Тағы не жағдайлар қарамарға көп қой, адам еңкейіп жатқан кезде адамға кеп шауып кеп адамға сабаған, адамға жарақат жасайтын нәрселер болып жатса, қарамарға ол обязательно төреші шығарады қарамарға. Бүгінде ат спортына көңіл бөлінгелі жер-жерде түрлі жарыстар жиі ұйымдастырылуда. Десе де жігіттерді батылдыққа, төзімділікке жігерлендіретін осы ат спортын бұдан да жоғары деңгейге көтеру үшін әр облыста клубтар ашу керек дейді Дербіс ағамыз. Мынау Алматы қаласы бойынша осы көкпарды, осы ұлттық ат спортын дамыту үшін бізге бір мектеп емес, бұған бір ат спорт түрлерінен клуб ашу керек. Клуб ашса, бұл одан да жақсы дамиды. Құдайға шүкір енді, қазір жылдан мен бірден бола қалмайды ғой. Жылы өсіп келе жатыр. Енді осы көкпар үшін, осы ұлттық ат спортымыз үшін Бекболат бауырымыз қазір халық қалаулысы болып жатыр. Оған да Құдайға шүкір қуанып отырмыз. Бүткіл атқа мінген азаматтар қуанып отыр. Енді ол кісі осылай қабыл отырса, әлгі парламент мәжілісінде бұдан да ары қарай көтереді деп ойлаймын. Міне сол кісі басқарғалы бері сол халықаралық ойындар өтіп жатыр. Осы ұлттық ат спортынан қазақтың кім екенін танып жатыр. Ең бірінші мақсат, ең бірінші өзіміздің алға қойылған мақсатымыз да, тілегіміз де жасөспірімдерді тәрбиелеу ат үстінде тәрбиелегеннен оның духы, оның рухы деген өте бөлек болады. Ол және ел намысын ешқандай сатпайды деп ойлаймын. Нағыз ер жігіткетен қасиеттерді қалыптастыруға себепкер болатын осы бір ат спорты көкпарды дамытсақ, бір жағы жастарды тәрбиелеген, екінші жағынан ұлттық өнерімізді әлемге паш еткен боламыз. Серкені оңды солды лақтырып көкпар ойынын ойнап жүрген жігіттерді көрген шетелдіктер
бізге регби не керек деп таң қалып жатса, әлі ақ бұл спорт әлемге әйгілі болады деген үміттеміз.